Саят Медеуов қазақ халқының санын көбейту үшін ер адамдар тоқал алуы керек деген пікірде. Қолдан келсе алу керек. Бұған қарсымын деп айта алмаймын. Қолдан келсе асырай алса, кез келген ұлтқа қазақтың қара көз қыздарын бергеннен гөрі, қазақтың азаматтары алып, асырап, дүниеге қазақ деген ұлтта келу керек деп ойлаймын. Өз елімізге, өз жерімізге пайдамызды тигізу керек. Ең болмағанда қазақ қыздарын асырау керек шығар. Балаларға мемлекеттік тұрғыдан үлкен қаражат бөлінуі керек деп ойлаймын. Сол кезде ғана біздің ұлтымыздың саны көбеюі мүмкін. Сөзімді іспен дәлелдейін, дәлелдемейін, жеке басымдағы проблема болғандықтан айту міндет емес деп ойлаймын. Бірақ мен бұған қарсы емеспін. Себебі бұл керек дүние, деді әнші. Айта кетелік, бұған дейін Саят Медеуов өнердегі інісі Төреғали Төреәлінің басындағы оқиғаға қатысты пікір білдіріп, мұны қателік деп санайтынын айтты. Өнерде жүргеннен кейін кім болсаң да елге тәрбие беретін жолмен жүру керек. Өнер адамсың ба, дұрыс жүру керек. Майда шүйде қателіктер бола жатар. Бір жерде жаман сөз айтып қоюым мүмкін. Болмаса ішіп отырған немесе қыдырып жүрген жерде видеоға түсіп қалуыма болады. Оған кешіріммен қарауға болады. Мен оған келісем. Бірақ енді бұл жерде сәл қателік болды ғой, оның несін жасырамыз. Оны жақтап жатқан өнер адамдары да бар. Меніңше, әр нәрсеге байыппен қарауымыз керек. Сонымен айналысып отырған тиісті мамандар бар. Солар шешіп, солар осыған жауап беруі керек деп ойлаймын. Ойбай, кешіріммен қарау керек деп айтудан аулақпын. Өнерде жүргеннен кейін елге үлгі болатындай дұрыс жолмен жүру керек. Қайсымызда жүруіміз керек, деді Саят Медеуов.